Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге черный лес тортын дайындаймыз. Тортты кішкентай қыз баланың туған күніне толықтай обтяжкасымен, оформлениясымен түсіндіріп өтемін. Бұл торт өте дәмді, биік болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен керек заттарымызды дайындап аламыз. Яғни жұмыртқа, қант, ұнымызды разрыхлитель какаомен ситадан өткізіп аламыз. Сұйық май және сүтімізді дайындап аламыз. Ең алдымен құрғақ заттарымызды, яғни ұн, какао, разрыхлителімізді венчикпен біркелкі етіп араластырып аламыз. Келесі құрғақ ыдысымызда жұмыртқаларымызды жарып, оған құм шекерімізді қосып, жақсылап аппақ көпіршік шығып, көтерілгенше миксерлеп аламыз. Одан кейін массамызға сүтімізді қосамыз және де сұйық майымызды қосамыз. Сөйтіп, миксердің ең төменгі жылдамдығында бір рет жай ғана араластырып миксерлейміз. Енді массамызға құрғақ заттарымызды қосып, тағы да араластырып миксерлеп аламыз. Массамыз видеода көрсетілгендей сұйық болады. Уайымдаудың қажеті жоқ. Солай болуы тиіс. Мен диаметрі 20 см кальцода пісірдім. Кальцомыздың астын негізі фольгамен ораған дұрыс. Менде болмағандықтан пергаментный бумага қойдым. Массамызды екіге бөліп, екі рет бөліп пісіріп аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста дайын болғанша пісіріп аламыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Сүйегінен тазартылған шиемізді кастрюляға салып, қантымызды қосып, жай бір қайнағанша отқа қоямыз. Бір қайнатып алған соң, шиемізді согынан бөлек бір ыдысқа бөлек қойып аламыз. Ал согымызды бөлек бір ыдысымызға қойып қоямыз. Ол пропитка жасау үшін қажет болады. Енді кремімізді дайындаймыз. Крем-чиз дайындаймыз. Ол үшін творожный сырды ыдысымызға салып аламыз. Қантымызды қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Енді 33% сливкимізді алып, бағанағы дайын болған массамыздың үстінен қосып, тағы да қоюланғанша миксерлеп аламыз. Алдымен ең жай жылдамдықтан бастап, жылдамдығын жаймен қоюлана бастаған сайын көтеріп отырамыз. Дайын болған екі коржымызды алып, ортасынан пышақпен бөліп шығамыз, теңдей етіп. Корждарымыз шоколадный, влажный, әрі пористый болып, әдемі болып көтеріледі. Енді сборка жасау үшін коржымызға ең алдымен пропитка жасаймыз. Келесі кремді қойып, бір тегістеп аламыз да, бетіне начинкамызды саламыз. Яғни бағанағы шиемізді қойып шығамыз. Енді келесі коржды қойып, тағы да пропитка жасап, үстінен крем жағып, дәл осылай видеода көрсетілгендей қайталап өтеміз. Мен ортаңғы қатарына начинка салмадым, яғни шиені. Үшінші коржды қойғаннан кейін дәл солай қайталап шиемізді қойып шықтым. Тортымызды жинап болған соң, сыртынан черновой обтяжка жасаймыз. Яғни жұқа етіп, бір тегіс етіп жағып шығамыз да, холодильникке 1 сағат, 2 сағатқа қойып қойымызға болады. Кремі сіңіп кішкене қатады.
Енді обтяжкаға арналған кремді дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға қантымызды қосып бір миксерлеп алып, жақсылап миксерлеп болған соң сливкімізді қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Бұл жерде ерекшелігі творожный сыр сливкіге қарағанда көбірек болуы қажет. Кейін қалаған түсімізді қосып, бояп ала беруімізге болады. Мен қыз баланың туған күніне арналғандықтан розовый түсті таңдадым. Холодильниктен тортымызды аламыз. Кремімізді кондитерлік мешокқа салып, видеода көрсетілгендей шетінен айналдыра отырып кремімізді жағып шығамыз. Және де қалғанын тортымыздың бетіне қойып, шпательмен түзулеу арқылы астынан да жан-жағын айналдыра шпательмен түзулеп шығамыз. Тортымызды тегістеп болғаннан кейін өз қалауларыңыз бойынша безендіріп шықсаңыздар болады. Мен мастикадан гүлдер жасап, оны кондуринмен бояп, бетіне қойып шықтым. Және де менде қыздың топпері бар, соны орналастырып қойдым. Осындай оформлениемен қыз баланың туған күніне өте әдемі болады. Дайын болған тортымызды холодильникте кемінде 5-6 сағаттай тұруы қажет. Сонда кремі бисквитіне сіңіп, өте влажный, дәмді болады. Мінеки тортымыздың толықтай дайын болған түрі өте әдемі болып шықты. Дәмі просто вау болды. Кескенде, разрезде де өте әдемі көрінеді. Сіздер де осы тортты менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Видео ұнаған болса, достарыңызға таратып көрсетсеңіздер болады.